Сәлем, балалар. 2-ші сыныптың дүние тану сабағының 28-ші сабағы. Тақырыбы адам өміріне ауа райының әсері. Бүгінгі білетінім, біз адам өміріне ауа райының қалай әсер ететінін білетін боламыз. Сен ауа райының белгілі бір мезеттегі жай күй екенін білесің. Ауа райын болжау үшін бірінші ауаның температурасын, желдің күшін, аспанда бұлттың бар жоғын және жауын шашынды анықтайды. Терезеге қарап парталасыңа бүгінгі ауа райы жайлы әңгімелеп бер. Жауап: бүгін ауа райы салқындау, далада сіркіреп жаңбыр жауып тұр, шамалы жел бар, термометр плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Халықта егер күн қызарып бататын болса, ертеңгі ауа райы жылы, жайлы болады дейді. Ауа райының өзгеруіне қатысты қандай халықтық ырымдарды білесің, балақай? Сендер ауа райының адамдарға белгілі бір мөлшерде әсер ететінін байқадыңдар. Адамдардың шаруашылық әрекетіне ауа райы қалай әсер етеді? Өткен замандарда адамдардың өмірі ауа райына тікелей қатысты болды. Тарихқа үңілейік. Өте ертеде Қазақстанның жерінде құрғақ ауа райы қалыптасты. Жауын өте сирек жауды. Егіншілікпен айналысу мүмкін болмады. Өсімдіктер қатты ыстықтан қурай бастады. Біздің ата-бабаларымыз жылқы, қой, түйе өсіре бастады. Олар етті, сүтті қорек етті. Тіпті баспананың өзін киіз үйді жүннен, қой жүннен де даярлады. Қысқы киімдер де жүннен, теріден тігілді. Бүгінгі уақытта ауа райының жайсыздығын алдын ала болжау жоғарылады. Себебі жаңа техникалар пайда болды. Балалар, мына суреттерге қарап, балалардың не себепті әртүрлі киінгенін айтып берші. Бірінші суретте біз бақылайтын болсақ, баланың қалың киім киіп алғаны бірінші және үшінші суретте. Себебі ол күннің суықтығын, яғни бұл қыс мезгілін байқатады екен. Күн салқын, суық кезде қалың киініп жүру керек. Себебі суық тисе ауырып қаласың. Ал енді екінші суретте баланың жеңіл кигенін байқауға болады. Себебі күн жылы, бұл жаз мезгілі. Үшінші суретте біз баланың ауа райының салқындау екенін, яғни жаңбыр жауып тұрғанын байқауға болады. Ендеше бұны біз не дейміз? Күз мезгілі дейміз. Неге өздерің көріп тұрғандай, мына жерде баланың қолында да қол шатыры бар. Өйткені күз мезгілінде өте жаңбыр көп жауады екен. Сондықтан әр мезгілдің өзінің ерекшеліктері бар. Ауа райы жылы немесе салқын, жаңбырлы немесе желді болады. Бұл жер бетіндегі ауаның өзгерісіне сай байқалатын құбылыс. Ауаның температурасын термометр құралымен өлшейді екен. Неге балалар өздерің көріп тұрғандай, термометрді әр даладан да, үйден де осы ауа райының, үйдің жаңағы жылы суықтығында, немесе даланың суық жылы екендігін осы термометр арқылы байқалады екен. Енді мынандай тапсырмалар. Өзің білетін жорамалыңды төмендегі кестеге жаз, қорытынды жаса дейді. Бірінші, ауа райының адам өміріне қолайлы әсері. Екінші, ауа райының адам өміріне қолайсыз әсері. Қандай қолайлы әсері бар екен? Егер күн ашық, жылы болса, адамдардың да көңіл-күйі көтеріңкі болады. Ал егерде ыстық ауа райы кезінде асқазан, ішек жолдары аурулары көрсеткіші жоғарылайды екен. Сондықтан балалар күннің ыстығында, күннің астында көп жүруге болмайды. Немесе бастарына қалпақ киіп алу керек. Көктемде жаңбыр молынан жауса, топырақ құнарлана түсіп, егін мол береді. Ауа райы қатты аяз, суық болып кетсе, машина жолдары уақытша жабылады. Ертең болатын ауа райын білу қандай мамандықтар үшін маңызды? Ауа райын ұшқыштар, теңізшілерге, ауыл шаруашылыққа қызмет ететін адамдарға және көлік жүргізушілерге, құтқарушыларға және метеорологтарға өте маңызды болады екен. Ал енді сен тұратын жердің ауа райы жайы туралы не деп айтуға болады? Алда болатын ауа райын болжау үшін не үшін қажет? Ауа райын білу қандай мамандарға қажет?
Мен Астана қаласында тұрамын. Бұл аймақта дауыл, боран немесе қатты жаңбыр жауады. Ауа райы тұрақсыз. Жаз бен қысы құбылмалы. Иә, балалар, бұл енді солтүстікте тұратын. Ал егерде оңтүстік жақта тұратын балаларды қарайтын болсақ, олардың тұратын жерлері өте жылы. Кей кезде ғана суықтау болады. Мүмкін дауылда болатын шығар, жаңбыр жау. Бірақ солтүстіктегідей қатты аяз бола бермейді. Ал енді ауа райын болжау үшін метеорологиялық құралдар қажет. Олар гидрометр, барометр, термограф, қар өлшейтін рейка, анемометр және флюгер екен. Ауа райын білу қандай мамандар қажет? Жаңа біз айтып өткендей, ұшқыштарға, теңізшілерге, және құтқарушыларға, көлік жүргізушілерге осындай мамандарға қажет екен. Осымен балалар, сабағымызды аяқтаймыз.